Қайырлы кеш, балақай. Бүгін мен саған ормандағы құстар жайлы ертегі айтпақшымын. Ертегі тамылжыта ән шырқайтын әнші құс бұлбұл және орманның сақшысы тоқылдақ жайлы болмақ. Қане, мен ертегімді бастайын, ал сен құлағыңды түріп тыңда. Баяғы ерте заманда құс атаулы сайрай білмейді екен. Бірде олар алыс шаһарда мекен ететін құстарға ән салуды үйрететін қария бар деп естиді. Құс патшасы мәртебелі қыран бұлбұл мен тоқылдақты ән айтуды үйреніп келіңдер деп сол шаһарға жібереді. Шаһар дегеніміз, балалар, ол қала. Қаланы басқаша шаһар деп атаймыз. Яғни бұлбұл мен тоқылдақ ән айтуды үйрену үшін қарияға аттанады. Ең атақты айтулы әнші болуға асыққан тоқылдақ қарияға бірінші болып жетеді. Сол бойда есікті қақпастан кіріп келеді. Амандасу жайында қалып, өктем бұйырып қарияға былай деп сөйлейді. Әй шал, маған ән салуды тез үйрет. Бол тез, менің тосып тұратын уақытым жоқ, дейді екен. Нағыз әнші әдепті, сыпайы болу керек қой. Қария тоқылдаққа ең бірінші әдептілікке үйретпекші болады. Оны сыртқа шығарып, қайтадан есікті қағуды үйретеді. Түсінікті, ән деген қиын емес екен ғой, үйреніп алдым, дейді де тоқылдақ қайтадан кері ұша жөнеледі. Ал бұлбұл болса, өте әдемі, кішкентай құс. Ол өзінің титімдей қанаттарымен баяу қағып, қарияға сәл кешірек жетеді. Есікті ақырын ғана қағып, қариямен амандасып, оған келген жайын баяндайды. Ал қарияға кішкентай құс қатты ұнайды. Оған бар ықыласын салып, тамылжытып, ән салуды үйретеді. Содан бастап бұлбұл ең керемет, тамылжыта ән шырқайтын әнші құс атаныпты. Ал тоқылдақ болса, өзінен асқан әнші жоқ деп ойлайды. Ол үнемі ағашты тоқылдатып, ән салып тұрмы екен деп ойлайды екен. Онымен қоймай, басқа құстарға мақтанып: «Ей, мені тыңдаңдар! Міне, былай салу керек әнді. Түк қиындығы жоқ. Нағыз ән осы, сенбесеңдер, қарт ұстаздан сұраңдар», деп тоқ-тоқ етіп мақтанатын көрінеді. Содан бері тоқылдақ тоқылдаумен, ал бұлбұл ән салумен келе жатыр. Осымен ертегім тамам. Мен сенімен қоштасамын. Жайлы жатып, жақсы тұр.